Ардақты анама хат, ардақты анашым, қал жағдайларыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Күнне-күнге Сталинградқа таяп келеміз. Қасымыздағы солдаттар аналары мен балаларын, әйелдерін қатты көруге асығып жүр. Бұл соғыстың бетін енді қайтып көргіміз келмейді. Қатты жауған жаңбыр кесірінен бізге тамақ та уақытылы жетпейді. Батпақты жолмен адам түгілі машиналар да жүре алмайды. Жолдағы адамдарды, жараланған жандарды алып кетудің өзі тіпті мүмкін емес. Өзіңді қатты сағындым. Үнемі түсіме ақ жаулықты анашым өзің және де қара шаңырағымыз кіреді. Үнемі осы түсім қайталана береді. Уақыт аз болғандықтан көп нәрсе жазуға үлгермеймін. Аман сау болғайсыңдар.